Сондай ақындардың кесірінен жалпы сөз естіген кезіңіз болды ма? Арнада жүрген айтыстар қырқылатын, күзелетін дегенмен үйректен сирақ шығарып, әр жерде бір басқаша бір айтыстар өткізіп кететін келеңсіздіктер орын алып жатқаны анық құбылыс. Сөз естуден басқа көрген қызығым жоқ. Шынайы стиль, жұбайым, шайқамаймын, тек дірілдетем, дір-дір, мекшек, бір, бұл флоу үңгір, тез-тез кір-кір, пыр. Қалматтың талғарға барғанша шөлең жазып істейтін туылатын мен өмір ме? Сол кісінің әуелден айтысқа деген көзқарасы дұрыс. Айтуға тұрмайтын, талдаудан деңгейі төмен, әйтеу қоқыс қой бір жатқан. Не деген сөздер? Осындай әндерді әндеп сахнаға шығаруға бола ма? Ол жаңағы 91-дің айтып тұрған мәтінен әңгіме қылмай-ақ қойға. Ал өзіңіздің балаларыңыз, немерелеріңіз қазақша сөйлей ма? Мағжанның өліміне өзі себеп болды дегенге менің миыма сыймайды. Сәбит Мұқанов жамандау, Жамбылды туғызы ялақыш деген не пәле бар. Бірақ орысшылау тәрбиеден алыңқырады.